Қырғыз блогерінің осы салатты жасап жатқанын көріп, мен де жасап көрейінші, дәмі қалай болар екен дедім. Піскен ет, қызыл пияз, жұмыртқа, кішкентай корнишондарды қосамыз, горох, банкадағы саңырауқұлақ, майонез барлығын жақсылап араластырып, тәрелкемізге саламыз. Үстіне әдемілік үшін осылай көк шөппен сәндеп қойсаңыздар болады. Өте дәмді салат екен, сразу жеп қойдық. Рецепті сақтап алыңыз, осындай ерекше рецептерді жоғалтып алмас үшін парақшама тіркеліп алыңыз. Күйеуім мына салаттың дерзкий болыпты деп, бір тәрелке салатты екеуміз отырып жеп қойдық. Қыздар, шынымен дәмді. Рецепті сақтап алыңыздар. Тұздалған қияр, қызыл пияз, салат жапырағы, жұмыртқа, картошка пай, піскен етті, соя, қара бұрыш қосып, бір қуырып аламыз. Ортасына майонезді қосамыз. Болды. Құрамы қарапайым, дерзкий салатымыз дайын. Жасап көріңіздер. Осындай оңай рецептер менің парақшамда өте көп. Және мастер-класстарда сатылып жүрген рецептерді сіздерге тегін ұсынып отырамын. Сондықтан парақшамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Бұл салат енді басқа салаттардан мүлдем ерекше. Мүмкін жеп көріңіз, мүмкін жемедіңіз. Сол үшін міндетті түрде қарап көріңіз видеоны, және бәріне ұнайтын салат. Ең алдымен жұмыртқамызды ірі етіп бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тек 4-ке ғана бөліп жатырмын. Дәл осы көлемде сіздер де бөліңіздер. 6 штук жұмыртқаны қолдандым. Қыздар, барлық керек заттың тізімін дәл осы видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Піскен филені пайдаланамыз. Одан кейін банкадағы осындай саңырауқұлақты қолданамыз. Тұздалған қияр дөңгелек етіп тураймыз. Помидорымызды да ірі бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Салаттарыңыздың көлемі мейлінше ірі болса, сол кезде көзге әдемі болып көрінетін болады. Үстіне майонезімізді қосамыз. Майонез қосқаннан кейін тұз, бұрыш, ештеңе қосып қажет емес. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Тәрелкемізге орналастырып, әдемі етіп сәндеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Мен сізді өзімнің парақшамда күтемін. Жасап көріңіз, ас болсын. Мына оңай салатты дайындап көріңіздер. Балаларыңызға дейін жеп қояды ғой. Ең алдымен картошканы теркадан өткізіп, жуып, кептіріп, сұйық майда қуырып алыңыздар. Сарғайтып, піскен қызылша, жұмыртқа, кукуруз, майонез саламыз. Дәміне қарата кішкене тұз салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, тәрелкемізге орналастырамыз. Үстіне картошка пайымызды саламыз. Осымен бізде 2 тәрелке салат шықты. Сіздер де жасап көріңіздер және парақшама тіркеліп алыңыздар. Ең оңай рецептерді менің парақшамнан көре аласыздар. Қонақ шақырғанда бәрі жеп қоятын және өте оңай салат іздеп жүрсеңіз, бұл рецепт сізге арналады. Жоғалтып алмас үшін міндетті түрде сақтап алыңыз. Құрамы қияр, краб таяқшалары, жұмыртқа, жүгері, кішкене ғана тұз, майонез барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Осындай оңай және тез жасалынатын рецептерді көру үшін парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Қырғыз блогерінің осы салатты жасап жатқанын көріп, мен де жасап көрейінші, дәмі қалай болар екен дедім. Піскен ет, қызыл пияз, жұмыртқа, кішкентай корнишондарды қосамыз, горох, банкадағы саңырауқұлақ, майонез барлығын жақсылап араластырып, тәрелкемізге саламыз. Үстіне әдемілік үшін осылай көк шөппен сәндеп қойсаңыздар болады. Өте дәмді салат екен, сразу жеп қойдық. Рецепті сақтап алыңыз. Осындай ерекше рецептерді жоғалтып алмас үшін парақшама тіркеліп алыңыз.